Гамбург сотына бір әйел күйеуімен ажырасатыны жайлы өтініш тапсырды. Бітімге шақырған сот мүшелеріне әйел үзілді-кесілді қарсы тұрды. Мынадай уәж айтты. Бірге тұрмыс кешкен 17 жыл ішінде жұбайымның менімен әңгімесі үш-ақ сөйлемнің төңірегінде болды. Таңертеңгі айтатыны қайырлы таң. Кешкілік жұмыстан оралған соң тамаққа не бар деп сұрайды. Ал сағат тілі түнгі 11-ді көрсеткенде ұйқыға жатайық дейді. Сот әйелдің күйеуімен ажырасу талабын орынды деп тапты. Тағдырыңды қатыгезде сараң де, сен сүйгенмен ол сүймесе шараң не. Махаббат ол қос жүректің әні ғой, өзіне сай дауыс керек әр әнге. Сүйіктім-ау, сәнсіз өмір мәнді ме? Мәнсіз адам шырқай алмас әнді де. Бәсеңдеп те қарлықтырма даусыңды, бақытсыз боп қалмау үшін мәңгіге. Сүйіктім-ау, әнсіз өмір мәнді ме? Ән түзелсе түзейміз ғой сәнді де. Жұбайлар бар, әңгімесі таусылған, ал махаббат таусылмайтын әңгіме. Сезімнің өзіне тән жауабы да болуы тиіс. Бірақ арамыз дұрыс емес, маған көңіл бөлмейді. Арамызда сезім жоқ деп оп-оңай ажыраса салу да дұрыс емес, әрине. Екі жас бас қосқанда арасында титтей де болса сезім болған шығар. Ал егер бір-біріне сүйіспеншілік сезімі болмаса, не үшін үйленген? Кішкене осы мәселені екеу ара сөйлесіп реттеуге болады ғой. Сол кездегі сезімдері үшін бір-біріне деген сыйластықпен қайта қалпына келтіруге болады деп ойлаймын. Отбасын сақтап қалу екеуіне де байланысты. Бірақ та ең бірінші әйел адамға байланысты. Сол арадағы қарым-қатынастарын ешкімге білдіртпей, ақылмен шешуге тырысып, ерін қадірлеп бағаласа, әрине, ұрыспен емес, еркелікпен де көнуге болады ғой. Бұл менің пікірім әрине. Ешкімді дұрыс емес деп те сөкпеймін. Әркім өз ойын білдіруге қақысы бар.